Әр қазағым бай болсын. Достар, Дәулет Бисұлтанов YouTube парақшасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен интернеттен ақша табудың жаңа әдісін қарастыратын боламыз. Ал оны бастамай тұрып, мен сіздерге алдыңғы видеода жариялаған конкурсым жайлы айта кетейін. Алдыңғы видеода мен 3 адамға 2000 теңгеден бөліп беремін деген конкурс жариялап едім. Шарттары өздеріңіз көріп тұрғандай, осы конкурсты, сайысты келесі аптаға дейін ұзартатын болдым. Сондықтан шарттарын орындап, комментарийлеріңізді қалдырып, 2000 теңге ұтып алуға мүмкіндігіңізді арттырсаңыздар болады, сіздерде уақыт бар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Сонымен достар, бүгін біз сіздермен интернеттен ақша табудың жаңа тәсілін қарастыратын боламыз. Ол тәсіл Telegram мессенджері арқылы негізі. Telegram мессенджері алдыңғы видеода айтып кеткендей жай ғана сообщение алмасатын орта емес, сонымен қатар үлкен мүмкіндіктердің алаңы, ақша табуға болатын жер. Ал бүгін біз сіздермен сол Телеграмның ішіндегі Телеграм каналы деген нәрсені қарастыратын боламыз. Көбіміз білетін шығармыз канал деген не екенін. Телеграм каналдардан біреулер музыка тыңдайды, біреулер фильмдер қарайды, біреулер жаңалықтар қарайды. Сол сияқты каналдардың түрлері көп. Бірақ ең қызығы, сол каналдардың арқасында ақша табуға да болады екен. Ол үшін біз не істейміз? Осы видеода мен сіздерге толықтай түсіндіріп кетемін. Ең бірінші telega.in деген сайтқа кіреміз. Осы сайтқа регистрация жасаймыз. Бұл сайттың негізгі мақсаты, сізде егер канал болса, сол каналдарға реклама алып ақша табуларыңызға болады. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай Москвик, новости Москвы 153.846 рубль дейді. Бұл ақша не үшін? Бұл ақша 1000 қаралым үшін негізі. Ал бұл жерде подписчиктарымыз 418 мың, просмотры, қаралымдар 86 мың, яғни 86 мың қаралым үшін мінекей 153.846 рубль төлеуге дайын рекламодательдер бар екен. Яғни өз рекламаларын сіздің каналға қою арқылы осындай ақша төлеуге дайын адамдар бар. Сол себепті достар, менің сіздерге берер кеңесім, өзіңізге жақын бір тақырыпта канал ашыңыздар, сол каналды жүргізіңіздер, адам ішіндегі подписчикті көбейтіңіздер, просмотрды көбейтіңіздер. Сосын осы өздеріңіздің каналдарыңызды осы сайтқа тіркеп, реклама үшін ақша табыңыздар. Айтқанда оңай, былай қарағанда. Енді бұл ақшаны табу үшін кейбір әрекеттер жасау керек. Мысалға, қазір біз сервистің ішіндегі аналитиканы қарап шығайық. Аналитика Telegram каналов деген бар. Мінекей достар, тематики бойынша, яғни тақырыптар бойынша 44 тақырып бар бұл жерде. Ең қымбатынан бастайық. Ең қымбаты бізде недвижимость, яғни жылжымайтын мүлік, одан кейін криптовалюты, трейдинг, инвестиции, бизнес, стартапы, маркетинг, пиар, экономика, финансы, әртүрлі тақырыптар бар. Соның ішінде бізге жақындарының бірі ол музыка, кино, другое, в мире животных, узбекский каналы, тіпті новости и СМИ, мысалы, жаңалықтар жүргізетін каналдар. Ең қымбаты недвижимость, себебі жылжымайтын мүлікте үлкен ақша жатыр. Мысалы, квартиралар, офистар, неше түрлі бір зданиялар сатылады. Соның барлығы Телеграмда мысалы жүргізіп отырса, объявление ретінде соның ішіндегі 1000 қаралым үшін төленетін ақша ол 5816 рубль. 5-ке көбейтіп жіберсек 25 мың теңге, 26 мың теңгені осылай да табуға болады негізі. Егер жылжымайтын мүлік бойынша канал ашып, соны жүргіземін десеңіздер, осындай ақша табуға болады. Ал ең оңайлары, былай бастама үшін, былай қарап көру үшін, негізі мен сіздерге совет берем. Музыка, кино немесе жаңалықтар арқылы бастай берсеңіздер болады. Себебі музыканың өзіне 432 рубль төлейді 1000 қаралым үшін. Ал сізде мысалы 1000-нан аса адам болса, 2000-3000 адам болса, 700 немесе 1200 рубль ала аласыз бір реклама үшін. Соның өзі бір керемет ақша деп есептеймін. Музыкалар салып отырыңыз, просто канал жүргізіп отырасыз, музыкалық жаңалықтар немесе тағы басқалар. Кино, енді атайтып тұрғанда кино, юмор и мемы бар мінекей, ол жерде 538 рубль төленеді 1000 қаралым үшін. Және де жаңалықтар. Жаңалықтар ең, былай айтқанда, ең жүргіш каналдар ғой, былай. Бүкіл жерде жаңалықтар бар, күнделікті жаңалықтар бар, соның бәрін салып отырсаңыздар, каналыңыз жақсы жүреді. Және де 1000 қаралым үшін ол жерде 758 рубль төлейді. Оны 5-ке көбейтіп жіберсеңіздер 3500 теңге, 4000 теңгені оп-оңай бір рекламаның арқасында таба аласыздар. Және де сол сияқты көптеген, мысалы машина қызығатын болсаңыздар, авто и мото, кітаптар, аудиокниги тыңдайтын болсаңыздар, мінекей тағы да сіздерге тақырып мотивация, саморазвитие, ол жерде 1000 қаралым үшін 1000 рубль төленеді. Сол сияқты мүмкін ағылшын, орыс тілдерін үйретемін десеңіздер, иностранные языки деген бар. Красота и уход қыздар үшін мысалға, тағы да басқа неше түрлі өздеріңіздің жандарыңызға жақын тақырыпты таңдап алып, осылайша канал жүргізе берсеңіздер болады.
Енді бұл жерде 1000 қаралым жинау үшін, тағы да басқа жаңағыдай подписчик жинау үшін тағы да әрекеттер жасау керек болады. Мысалы, жайдан жай сіздерде подписчик көбейе бермейді ғой. Сол сияқты Инстаграмға саласыз, өзіңіздің каналыңызды реклама жасап, ютубта видео түсіріп өзіңіздің каналыңызды реклама жасайсыз, тағы да басқа. Олай подписчик өте жай жиналады және уақыт көп кетіру керек болады. Сондықтан Телеграмның өзінде негізі Fast Fame деген бот бар, мінекей аты көрініп тұр. Fast Fame ботқа кіресіз де старт деп жазасыз. Старт деп жазғаннан кейін бізде осындай меню шығады, услугиға кіреміз. Мінекей услугиға кірдік, соның ішінде социальный сетиға кіреміз, оның ішінен Телеграмды таңдаймыз, подписчики, и бізге мәзір меню дайын шығады. Мысалы 100-ден 5000-ға дейін 990 рубльге, яғни 5000 теңгеге подписчик заказ берсеңіздер болады. Бұл подписчиктер заказ беріп ақшасын төлегеннен кейін 10-15 минуттың ішінде сіздің каналыңызда уже 100-ден 5000-ға дейін подписчик қосыла береді автоматом. Және де бұл подписчиктерде гарантия бар, яғни 1 айға, 1 жылға гарантия береді. Сол сияқты гарантиямен подписчик ала бересіз де өз каналыңызды жүргізе бересіз. Яғни сізде просмотрда, подписчиктерді көбейе береді. Соның арқасында өз каналыңызды Телега инсайтына тіркеп, сол жерден реклама алу арқылы ақша істесеңіздер болады. Көрдіңіздер ме, достар? Негізі әрекет еткен адамға ақша табу өте оңай, сондықтан күнделікті қолданып жүрген WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлардың ішінде де осындай ақшалар табуға болады. Ойлаңыздаршы, бір ғана реклама үшін 5816 рубль, бір ғана реклама үшін 1000 рубль, 5000 теңге айтамын. Сіздің ешқандай жаныңыз қиналмайды, жай ғана саусақпен телефонда жұмыс істеп отыру арқылы осындай ақшалар табуыңызға болады. Сонымен достар, сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов YouTube парақшасы. Мына бір конкурс жайлы ұмытпаймыз, келесі аптаға дейін создырып жатырмыз. Сол себепті бүкіл шарттарын орындап 2000 теңгені ұтып алу мүмкіндігін өзіңіз үшін арттырыңыз. 2000 теңге де үлкен ақша негізі. Достар, Дәулет Бисұлтанов YouTube парақшасына тіркеліп, комментарийлеріңізді жазып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Ал біз сіздер үшін жаңа видеолар шығаруға әрекет жасаймыз. Әрбір қазағымыз бай болсын. Рахмет.